Қайырлы күн, құрметті қонақтар, оқушылар, ардақты ұстаздар мен ата-аналар. Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әрі қайталанбас тарихқа толы, оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын оқушылар мерекесі соңғы қоңырау салтанаты. Мектебімізді 141 оқушы аяқтап, жаңа өмір белесіне қадам баспақшы. Олай болса, 2020-2021 оқу жылында Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебін бітіргелі жатқан, жүректері бірдей соққан барша жас түлектерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Мы хотим поприветствовать вас на самом долгожданном, волнительном и замечательном празднике всех школьных поколений. Сегодня мы здесь, чтобы проводить ушедший учебный год, который оказался своеобразным и достаточно непростым для многих из нас. Все ученики сегодня услышат торжественный звон и скажут школе «До встречи, до следующего года», а для кого-то этот звон ознаменует начало нового этапа их жизненного пути. Today is the day when all of the students, teachers, and school staff members sum up the ended academic year, reflect on some mistakes made, and prepare themselves for the desired summer, which will energize and encourage us to achieve even more. Undoubtedly, we all deserve the best summer. Ендеше 2020-2021 оқу жылындағы Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің соңғы қоңырау салтанаты жиынын бастауға рұқсат етіңіздер. Шарамыздың алғашқы құттықтау сөзі Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Пайзов Ермек Серікұлына беріледі. Құрметті ата-аналар, аяулы ұстаздар, оқушылар және қонақтар, бүгін міне тағы бір оқу жылын аяқтап, соңғы қоңырау жиынына жиналып отырмыз. Биылғы оқу жылы оңай болған жоқ. Өйткені қашықтан оқыту үрдісін оқушыларымыз бен ұстаздарымыз жетік меңгеріп, өз нәтижесін көрсетіп отыр. Оның бір нәтижесі ұстаздарымыз жалпы орта мектептеріне, Назарбаев зияткерлік мектептеріне қашықтан оқытудан сабақтар дайындап, онлайн платформасына жүктеп, оқушыларымыз сол сабақтарды көріп, дайындалып, жақсы меңгеріп алды. Мектебіміз 5 жыл қатарынан Назарбаев зияткерлік мектептер арасында үздік олимпиада командасы атанып, топ жарып келе жатыр. Оқушыларымыз ұлттық құрама командасына кіріп, әлемдік деңгейде бәсекеге түскелі отыр. Мектебімізді 141 түлек биыл бітіргелі отыр. 6 жыл бойы мектебімізде оқып, тәлім-тәрбие алып, өз мақсаттарын айқындап, үздік білім ордаларына түсіп, үлкен өмірге аттанғалы отыр.
Құрметті ата-аналар, түлектер, мен сіздерге тілейтінім ақ жол. Жақсы маман болыңыздар, еліміздің, жеріміздің патриоты болыңыздар. Сіздерге артқан үмітіміз өте зор, ел болашағы деп сіздерді айтамыз. Құрметті оқушылар, ата-аналар, келесі оқу жылын дәстүрлі форматта оқитынымызға мен сенімім зор. Сол себепті жазғы демалыстарыңызды жақсылап демалып, келесі оқу жылында аманшылықта кездескенше. Думаю, каждый год на линейке вся школа с нетерпением ждет не только последний звонок, но и оглашение достижений, тех самых вершин, которые были покорены учениками и их учителями, их проводниками в светлое будущее. Данная торжественная линейка не исключение. Так давайте же вспомним 2020-2021 учебный год сквозь призму наших побед. Как все это было? В номинациях «Лучшая олимпийская команда естественно-математического направления» и «Лучшая олимпийская команда общественно-гуманитарного направления» объявляется Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Алматы. Мың ғасыр өтсе де ұстаздың аты және ұстаз деген ұғым өлген жоқ. Себебі қай дәуір болмасын, ол қоғамға ұстаздың еңбегі керек ақ, тіпті зәру. Мамандық көп, бірақ мамандықтың түрлі болғаны маңызды емес. Қанша мамандық болса да, сізді маман қылатын тағы да ұстаз. Білім нәрмен сусындатып, үлкен өмірге жол салып берген барлық ұстаздар қауымына шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Учителя – это люди, которые не только посвящают учеников в науку, но и наравне с родителями обучают их аспектам реальной жизни, заряжают мотивацией, ставя перед ними настоящие цели. Именно у учителей есть способность формировать улыбки учащихся. Следующее слово предоставляется многоуважаемому гостю нашей торжественной линейки, члену попечительского совета Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы, генеральному директору ТО АЗМК Шардинову Шухраду Ахмеджановичу. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, және қымбатты оқушылар. Добрый день, уважаемые учителя и наши дорогие выпускники. Сегодня вы успешно завершили учебу в школе. Последний звонок.
Это яркое и волнующее событие для каждого из нас. В связи с пандемией весь учебный процесс проходил в дистанционном формате. Но и это не помешало вам покорить новые вершины и показать отличные результаты. Наша школа 5 лет подряд выигрывает Олимпиаду среди школ ниш и становится лучшей олимпийской школой. Кроме того, наши ученики стали членами Олимпийской национальной сборной команды. Дорогие ребята, за время учебы каждый из вас получил необходимый багаж знаний и повысил свои навыки. Учителя и мы, родители, были рядом и поддерживали вас во всем. Учили терпению, самостоятельности и трудолюбию. Сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что гордимся вами. Вы сформировались как полноценные личности и достойные патриоты нашей страны. В этот праздничный день хочу пожелать вам счастья, добра. Ак жол, дорогие наши выпускники! School gives us knowledges and teaches on different skills, for which every student remains more than grateful, because knowledge is worth its weight in gold in the present days. So it is the time to hear our graduates' acceptance speeches. Өткен 6 жыл зымырандай ұшып шықты дегенмен барлығымыз келісерміз. Осы уақыттың ішінде біз ойлай көрмеген тапсырмаларды орындап, көптеген рөлдерді де сомдап шықтық. Ағылшын тілінде сөйлейтін көшпенділер, Орлеанның қызы Жанна д'Арк болып та, Крес жорығына да барып шықтық. Соның ішінде өте жылы және жағымды естеліктердің саны көп. Мен үшін бұл асханада берілетін тұшпара және палау, ағылшын тілі сабақтарында көрілетін толық метражды мультфильмдер, жиынтық бағалау аяқталған кезде ойналатын мафия ойындары және қоңырау кезінде өткізілетін үстел теннисі турнирлері болып табылады.
Алайда менің ойымша, одан да асып түскен маңызды және өте жылы есептердің қатарына ол біздің күнделікті өткізілетін сабақтарымыз, тапсырылатын жиынтық бағалау жұмыстары және де үй жұмыстары болып табылады. Біз болашақ зиялы қауым ретінде бірнеше ғылым дисциплиналарын сомдап, 3 тілді біреңгей меңгеріп шықтық. Сонымен қатар, ақымақ көп, ақылдас, деме көптің сөзі бол. Жақынның сөз тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Және сөзге қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма демекші, біз критикалық ойлау қабілетіне де ие болдық. Одан бөлек, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш неге, кетігін тапта бар қалан демекші, біз өзіміздің осы өмірде орнымызды тауып, болашақта Қазақстанның үлгілі азаматы атануды қалаймыз. Мен мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне және бүкіл мектеп жұмыскерлеріне өзімнің шын жүректен алғысымды білдіргім келіп тұр. Сіз бізді әрдайым қолдап, қол үшін созып бере алғандарыңыз үшін біз бүгінде осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Әсіресе Ирина Павловна, Қазиз Алтынбек, Азатбек Карайбек, Малика Манткалиевна, Қарлығаш Тұрылбайқызы және Эльмира Төлебайқызына бөлек алғысымды білдіргім келіп тұр. Ал бүкіл 12-ші сынып түлектерін мен осы мерекемен сендерді шын жүректен құттықтаймын. Біз халықаралық локдаун уақытынан сүрінбей өтіп шығып, кедергілерге қарамастан өзіміздің мақсаттарымызды жетелей алу қабілетімізді көрсете алдық. Осыған орай мен бізді мақтан тұтамын. Қазақстанның үлгілі азаматы атануды қалаймыз. Мен мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне және бүкіл мектеп жұмыскерлеріне өзімнің шын жүректен алғысымды білдіргім келіп тұр. Сіз бізді әрдайым қолдап, қол үшін созып бере алғандарыңыз үшін біз бүгінде осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Әсіресе Ирина Павловна, Қазиз Алтынбек, Азатбек Карайбек, Малика Манткалиевна, Қарлығаш Тұрылбайқызы және Эльмира Төлебайқызына бөлек алғысымды білдіргім келіп тұр. Ал бүкіл 12-ші сынып түлектерін мен осы мерекемен сендерді шын жүректен құттықтаймын. Біз халықаралық локдаун уақытынан сүрінбей өтіп шығып, кедергілерге қарамастан өзіміздің мақсаттарымызды жетелей алу қабілетімізді көрсете алдық. Осыған орай мен бізді мақтан тұтамын. Құрметті оқушылар, ата-аналар және мұғалімдер. Сіздерді келіп жеткен 25 мамыр салтанатты соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мектебіміздегі өткізген 6 жылда зымырап өте шықты. Және Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жүргенде мен өмірлік достар таптым. Болашаққа бағдарымды анықтадым. Және мықты мұғалім мамандарынан тәлім-тәрбие алдым. Және осы орайда мен мектеп әкімшілігіне, ұстаздар қауымына және де мектеп қызметкерлеріне мында бір үлкен алғысымды білдіремін. Біз мектебіміздегі әрбір кезімізді, әрбір сәтімізді міндетті түрде еске алатын боламыз. Себебі дәл осы мектеп қабырғасында біздің ең қызықты сәттеріміз өтті. Дәл осы мектептің қабырғасында біз үзілістерді қысқы бақта өткізетінбіз. Дәл осы мектептің асханасындағы біз тәтті самсаларды жейтінбіз. 2020-2021 жылғы жас түлектер, сіздерге мен барлық өмірлік табыстарды тілеймін. Және ең бастысы, біз өзімізге еліміз артқан үмітімізді ақтайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мектебім жүрегімнің
баршаның елестеткен бала күні, күлкісі көңіліңнен айналайын, кешірген баланың баршалығын. Мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісі, жуақты
Звенит звонок, и он последний. А вместе с ним звучат напутствующие слова. В них мы желаем вам сохранить искреннюю веру в чудо, чуткость и способность мечтать. Будьте настойчивы в своих стремлениях, и тогда не останется недостижимых целей. There are so many ways to conclude the celebration dedicated to the completion of the school year. But this time, we would like to simply say, Hi summer, be many times better than that one of the last year. The next school year, prepare even greater heights for us. We are ready to conquer them. 2020-2021 оқу жылына аяқталуына арналған онлайн форматтағы соңғы қоңырау салтанаты шарасы да өз мәресіне келіп жетті. Шәкірттерімізге жайдары демалыс, ал түлектерімізге сәтті болашақ тілейміз.